Саламатсыздар құрметті 6 сынып оқушылары. Біздің бұл 11-ші сабағымыз, егер қателеспесем, үй тапсырмасы ретінде 73-ші есепті берген болатын, пропорцияны жазыңдар деп. Өте оңай есеп. 16-ны 20-ға қатынасы тең болады 8-дің 10-ға қатынасына. 4,2-ның 6-ға қатынасы тең болады 1,4-дің 2-ге қатынасына. 1,5-дің 3,5-ге қатынасы тең болады екен 6-ның 14-ге қатынасына. 4-тен 3-дің 6-ға қатынасы тең болады екен 2-ден 1-дің 4-ге қатынасына. Осылай шығаруға болады екен. Өте оңай. Есептерді шығару пропорцияның негізгі қасиетіне байланысты. Пропорцияның белгісі мүшесін табу керек. Яғни нені? X табамыз, иә? Пропорцияның қасиетін есімізге түсірейік. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болу керек. Сонда 5 көбейту x тең болу керек 20 көбейту 2. 5x тең 20-ны 2-ге көбейтсе 40 болады. X тең 40 бөлінген 5. Бұл жерден x-іміз тең болады қаншаға? 8-ге. Тексеруден жазып қоямын. Теңдеуді тексеретін едік қой. Тура солай 8 бөлінген 20 тең 2 бөлінген 5. Екіншісін шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең. Яғни 9 көбейту x тең болу керек 18 көбейту 7. Осы теңдеуді орындайсыңдар. Шығады. Мына нәрселерді жаман параққа орындасыңдар болады. Тура осы сияқты орындау керек. Бұл жерден түсініксіз болуы мүмкін сендерге мынау. 4-шісі. X-ті 3-ге көбейтеміз, 6-ны 7-ге көбейтеміз. Еш нәрсе етпейді. 3 көбейту x тең 6 көбейту 7. 3 көбейту x тең 6-ны 7-ге көбейтсек 42. X табу үшін 42-ні 3-ге бөлем. X тең 42-ні 3-ге бөлсек қанша болады? 42-ні 3-ге бөлсек 14 болады. Осылай. Қалғандарды да осылай істейсің. Шеткі мүшелерін көбейтесіңдер, ортаңғы мүшелерін көбейтесіңдер, теңдеуді орындай бересіңдер. Шеткі мүшелерін көбейтіп бір жаққа жазасыңдар, ортаңғы мүшелерін көбейтіп теңдіктің бір жағына жазып, көбейтіп, бөліп, осылай жаман параққа орындасыңдар болады. Мына дәптерге орындамай ақ қойыңдар. Дәптерге мынаны орындаймыз. 76-шы есеп. Пропорцияның белгісі мүшесі. Мына жерде де сол нәрсе, мына жерде де сол нәрсе. Өзгешелік мынау бөлінді түрінде берілген пропорция. Мына жерде бөлшек түрінде берілген. Тура сол нәрсе, қасиет сол. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болу керек. Сонда не болды? 14 көбейту x тең болады 35 көбейту 8. 14x тең болады 35-ті 8-ге көбейтсек 240, 280 болады. X-ті табу үшін 280-ді 14-ке не істеймін? Бөлем. 14-ке бөлем. Сол жерде x-іміз 20 шығады. Апап тексеруден жазып қоямыз. 8 бөлінген 14 тең болады 20 бөлінген 35. Түсінікті ма? Келесінде осылай есептейміз. Сонда 28 көбейту x тең 12 көбейту 7. 28 көбейту x тең 84. 12-ні 7-ге көбейтсек. X-ті табу үшін 84-ті 28-ге не істеймін? Бөлемін. X тең 3. Апарып орнына қоям. 7 бөлінген 28 тең 3 бөлінген 12. Түсінікті ма? Қалай шығарған? Шеткі мүшелері дегеніміз A мен D, яғни 7 мен 12. Ортаңғы мүшелер дегеніміз V мен S, және 28 бен X ортаңғы мүшелер. Ортаңғы мүшелердің көбейтіндісі шеткі мүшелердің көбейтіндісі. Мыналарды солай есептеуге болады. Енді сендерге мен қазір өте бір үлкен құпияны айтамын. Бұндай нені кітапта жоқ бұл құпия. Өте күшті әдіс. X-ті былай есептеп отырмай, тез жылдам табу әдісі. Бұл үшін сендер тек қана қысқартуды білулерің керексіңдер. Қысқарту қандай екендігін қазір мен үйретемін. Оны ешкім үйретпейді еш жерде.
ютубта да жоқ шығар ол мүмкін. Қазір сендерге мен көрсететін боламын. Мысалға, үшінші есеп. Белгісі мүшесін табу керек. X жазамын, тең деймін. Бөлшек сызығын сызып қоямын былай. X-ке қарама қарсы жатқан не? 6. 6-ның астына жазамын. Қарама қарсы жатпаған қалған екеуін төбеге көбейту арқылы жазамын. 18 көбейту 4. Енді 6 мен 18 қысқарады, я? 6-ға. Мынаған 1-ден, мынаған 3-тен. 3-ті 4-ке көбейтсек қанша? 12. Бұл жауап 12. Яғни X-тің орнына 12-ні қоямыз. 4 бөлінген 12 тең 6 бөлінген 18 болып тұру керек. Оңай ма? Мынандай ұзын жазып жүрмейсіңдер. Бұлай оңай жол. Екіншісінде көрсетейін. X тең бөлшек сызығын сызамыз. X тауып аламыз. Қарама қарсы не жатыр? 14 жатыр. 14 астына түседі. Қалған екеу төбесіне көбейту арқылы жазылады. 21 көбейту 10. 14-ден 21 қысқарады 7-ге. Мынаған 2, мынаған 3. 2 мен 10 қысқарады 2-ке. Мынау 1, мынау 5. 3 жерде 5-іміз 15. Оңай ма? Жауап 15 шығады. Қысқартуды білсек болды, главный. X тең 5-сінде 60 астына түседі. Қалған екеу төбеде көбейту арқылы жазылады. 18 көбейту 10. 10 мен 60 қысқарады. Мынаған 1-ден, мынаған 6-тан. 6 мен 18 қысқарады. Мынаған 1-ден, мынаған 3-тен. Яғни жауап 3. Алтыншысын өздерің есептеп көріңдер. X тең бөлшек сызығын сызамыз. Қалай не аламыз? Оны есептейсіңдер. 79-ші есеп. Пропорция құру арқылы шығарыңдар деді. Өзенде жүзген сал 9 сағатта 25,2 км қашықтыққа барды. 9 сағатта қанша жүреді екен? 25,2 км жүреді екен. Осы өзенде жүзген сал 36,4 км қашықтыққа неше сағатта барады деді. Бұл жерде енді сағаттың астына сағат, километрдің астына километрді жазып, бұлай бөлшек түрінде жазып қоямыз. 36,4. Километрдің астына не жаздым? 36,4 дедім. Бізге не керек? Мына жердегі сағат керек, 9 сағатта 25,2 жүрді. Белгісіз X сағатта ол қанша? 36,4 жүрді. Екеуі тең болады. Пропорцияны осылай құрамыз. Көрдіңдер ме? 9 сағатта 25,2 км жүретін еді. X сағатта 36,4 км жүру керек. Осы жерден X табу керек. Тура мына есеп сияқты. Тура осы есептер сияқты. X табу үшін не істеймін? Бірінші бөлшек сызығын сызып қоямын. X-қа қарама қарсы жатқан 25,2-ні астына жазып қоямын. 25,2. Төбесіне қалған екеуінің көбейтіндісі 9 көбейту 36,4. Енді калькулятор керек болады. 36,4 көбейту 9 бөлінген 25,2. 13 шығады екен. Сонда жауабы не болды? 13 сағат. Жауабы 13. Осы өзенде жүзген сал 36,4 км қашықтыққа 13 сағатта барады деп жазасыңдар. Мына полностью сөз жазылу керек, сөйлем. Екіншісін шығарып көрсетейін. Енді есептер шығару болғандықтан бүгін көптеу есептер шығарамыз. Сосын қалып баратсыз, озып баратсыз деген оқушылар бар. Басқа мектептерден, басқа қалалардан. Енді менің расписаниямды сіздер көрдіңіздер. Қазір мен сіздерге өзім расписаниям көрсете салайын. Оқулықпен жұмысқа келдік па? Осы жерге. Қазір жалғастырамыз осы жерден 72-ші есептен. Расписание сіздерге көрсетейін. Расписание міне тұр. 6 сыныптар үшін қыркүйек айының сабақ жоспары деген бар. Осы жоспармен ғана жұмыс жасаймыз біз. Қазір бүгін 15:09, яғни мен есептер шығару. Ертең де есептер шығарамыз, ары күн де есептер шығарамыз. Сосын барып тура пропорционал тәуелділікке өтеді екенбіз. Мынау жоспар бекітілген, осы жоспар арқылы жұмыс жасаймын мен. Түсінікті ма? Егер де сіздер озып баратқан болсаңыздар, қалып баратқан болсаңыздар, енді білмеймін. Өйткені бізде КТП-да әрбір неге тақырыпқа сабақ сандары беріліп қойған. Мен сол арқылы жасағанмын. Оны енді мұғалімдеріңізге айтыңыздар. Мұғалім, біз озып баратырық, осындай КТП-да ондай емес екен деп айтсаңыздар, түсінеді өздері. Мына расписание сообщество бөлімінде де бар, телеграмда да бар. Осы расписание арқылы жұмыс жасаймыз. Скриншот жасап алсаңыздар болады, немесе жазып аласыздар ма, күн арқылы қай есеп, қай күні қандай тақырып шығатындығы барлығы тұр. Осылай. Тек қана қыркүйек айыныкі тұр. Қазан айыныкі осы қазан айында шығады. Солай.
Так, сонымен 79-ші есептің екіншісін шығарайық. Екіншісі, пойыз 245 километр қашықтыққа 3,5 сағатта жүрді. Пойыз осы жылдамдықпен 336 километрдің астына километр жазам. 336 километрде қанша сағат жүреді? X. Олай тең. X-ті табу үшін бөлшек сызығын сызамын. Қарама қашатқан астына жазамын 245-ті. 336-ны жоғарына көбейту 3,5. Калькулятор. 336 көбейту 3,5 бөлінген 245. 4,8 болды екен. X тең 4,8. Жауабы, пойыз осы жылдамдықпен 336 километр қашықтықты 4,8 сағатта жүреді деп жазасыңдар. Түсінікті ма? Келесі үшінші есепке өтейік. Тек қана біз бұл жерде бірліктерден шателесіп кетпеуіміз керек. Әйтпесе басқаша шығып кетеді. Мысалға қалай? Сендер 245-те 3,5 X-та 336 деп кетсеңдер, ол жерде уже қате болып кетеді. X басқаша шығып кетеді. Үлкен сан шығып кетеді. Сондықтан біз километрдің астына километр, сағаттың астына сағат, килограммның астына килограмм, өзінің сәйкесінше несіне бөлігіне сәйкес бөлігін жазуымыз керек. Түсінікті ма? Осылай. Келесі есеп үшінші. 228 килограмм картоптан 5,6 килограмм крахмал алынады. Жазып қойған 228 килограммнан 5,6 крахмал алынады екен. 35 килограмм картоптан. Картоп біз ниет басында 28 еді. Яғни картоптың астына картоп жазылу керек. 35 картоптан неше килограмм крахмал алынады? Крахмалды X деп қоямын. Пропорция. Пропорцияны түзіп қойдым. Белгісіз мүшесін табу керек. X табу үшін бөлшек сызығын сызамын. Қарама қашатқан 28 астына жазылады. Қалған екеуі көбейту жазылады. 35 көбейту 5,6. Калькуляторды ашайық. 35 көбейту 5,6 бөлінген 28. 7 шығады екен. X тең. Сонда 7 килограмм не алады екенбіз? Крахмал алады екенбіз 35-тен. 35 килограмм картоптан 7 килограмм крахмал алынады деп жауабына жазып қоясыңдар. Түсінікті ғой? 77-ші есеп. Берілген сандардан пропорция құру керек. Пропорция құрамыз. 6, 12, 4, 8. Енді байқасаңдар 12 бөлінген 6 тең 8 бөлінген 4 десек пропорция құрылады. Өйткені 12-ні 6-ға бөлсек те 2 шығады, 8-ді 4-ке бөлсек те 2 шығады. Енді пропорциясынан, на пропорциядан, мысалға, жаңа пропорция алу тәсілдері бар. Оның қанша тәсілі бар екен? 1, 2, 3, 4 тәсілі бар екен. Жаңа пропорция алу тәсілі бірінші болып ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстыру дейді. Ортаңғы мүше, шеткі мүше деген мына екеуі еді. Ортаңғы мүше дегеніміз мына екеуі. Екеуінің орнын ауыстырсаңдар жаңа пропорция пайда болады дейді. 12 бөлінген 8 тең 6 бөлінген 4. Дұрыс па? 6 мен 8-дің орнын ауыстырдым. Мынау да пропорция екен. Мынау теңдік те дұрыс болады екен. Егер де мына теңдік дұрыс болса дейді, мынада жаңа пропорция алуға болады. Тексеріп көрейік, сенбесеңіздер. 12-ні 8-ге бөлейік. Мына жерде 12-ні 8-ге бөлейік. 12 бөлінген 8. Қанша шықты? 1,5 шықты. Енді 6-ны 4-ке бөліп көрейік. 6 бөлінген 4. Қанша шықты? Ол жерде де 1,5. Сонда, егер де бастапқы пропорциямыз дұрыс болса, жаңа пропорция алу үшін ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстырып қойсақ жеткілікті екен. Екінші тәсіл. Шеткі мүшелерінің орнын ауыстырсақ дейді. Шеткі мүшелер, яғни қайсысы 12 мен 4-тің орнын ауыстырсақ, сонда 4 бөлінген 6 тең 8 бөлінген 12. Мынау да дұрыс пропорция болды екен. Мына пропорция арқылы жаңа пропорция құрастырдық. Бұны да тексеріп көре салайық. 4 бөлінген 6 мынандай болды екен. 8 бөлінген 12. Ол да тура сондай шықты. Яғни бастапқы пропорциямыз дұрыс болса, онда сол пропорциялардан біз ортаңғы мүшелерін ауыстыру арқылы жаңа пропорция құрастыруға болады екен. Шеткі мүшелерінің орнын ауыстырып жаңа пропорция құрастыруға болады екен. Үшінші тәсіл. Пропорцияның шеткі мүшелерін де, ортаңғы мүшелерін де ауыстыру керек дейді. Сонда қандай? Сонда так, 4 мыняққа өтеді, 8 мыняққа өтеді. Сонда 4 бөлінген 8 тең болады 6 бөлінген 12 бола ма? 4-ті мыняққа өткіздім, ортаңғы мүшелерін ауыстырдым. Сосын шеткі мүшелерін де орнын ауыстырдым. 8-ді астына жаздым, 6-ны үстіне жаздым.
Екеуін де ауыстырдым. Бұл жерде де не шығады екен? Дұрыс пропорция шығады екен. 4 бөлінген 8 0,5, 6 бөлінген 12 де 0,5 шығады екен. Енді төртінші тәсіл пропорциядағы қатынастардың теңдіктің оң жағынан сол жағына орын ауыстыру арқылы өзгертуге болады деп жазып қойыпты. Бұл енді өте оңай тәсіл. Қалай? Мысалға мына жаққа өткізсек те болады дейді. 12-ден 6-ны былай қарай. 12-ден 6 деп тең деп 8-ден 4 деп жазсақ та болады депті. Түсінікті ма? Осындай. Демек, берілген пропорцияның мүшелерінің орындарын ауыстырып, одан өзге 7 жаңа пропорция алуға болады дейді. 1, 2, 3, сосын әрқайсынан былайынан 4, 5, 6 болып қалды ғой. 7. Сонда берілген пропорциямен 8 болады дейді. Қалай 8 болды? Так, С бөлінген Д, А бөлінген В, В бөлінген Д, А бөлінген С. 8 бола ма не? Мен таппадым. 8-сін қалай шығару керектігін өздерің жазып көріңдер. Мысалға екіншісін аласыңдар. Екіншісінен бір пропорция құрастырыңдар да, сосын сол пропорциядан осы әдістер арқылы басқа жаңа пропорциялар жазыңдар. Сосын маған суретке түсіріп жібересіңдер. Оқу тапсырмасы ретінде 28. Сендерше былай істеңдер. Мынаны жазбай ақ қойыңдар. Мынау керек емес. 78-ші есепті оқу тапсырмасы ретінде беремін. Телефон нөмірлерінің соңғы цифры тақ болғандар 1-ді орындайды. Телефон нөмірінің соңғы цифры жұп болғандар 2-ні орындап, маған суретке түсіріп жібереді. Не істейміз? Пропорциясының шеткі мүшелерінің орындарын ауыстыру арқылы орындайсыңдар бірлер, екілер ортаңғы мүшелерінің орнын ауыстыру арқылы орындап, суретке түсіріп жіберетін боласыңдар. Есеп түсінікті ма? Мысалға қалай? 8 бөлінген 5, жоқ, бұл есепті емес, басқа бір есепті аласай. Мысалға 6 бөлінген 3 тең 48 бөлінген 24. Мына дұрыс пропорция. Берілді деп ойлайық. Шеткі мүшелердің орнын ауыстыру арқылы. Шеткі мүшелер деген мына екеуі. Орнын ауыстырамыз. 24 бөлінген 3 тең 48 бөлінген қанша? 6. Шеткі мүшелердің орнын ауыстырдым. Дұрыс шығу керек. Ортаңғы мүшелер десе 6 бөлінген 24 тең жоқ. Ортаңғы мүшелер 6 бөлінген 48 тең 3 бөлінген 24. Міне. Ортаңғы мүшелердің орнын ауыстырдым. 48-ді былай қарай жаздым, 3-ті былай қарай жаздым. 6 мен 24 орында тұра береді. Мынау екіншілердің жауабы, мынау біріншілердің жауабы осылай істелінді. Түсінікті ма? Жақсы. Қош сау болайық, лайк басып, арнаға тіркеп қойдым.